Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтары, студияда мен Әлия Зинабдин. Қазақстан Еуразиялық кеңістіктегі ең ірі цифрлық хабтардың біріне айналуға тиіс. Бұл туралы Digital Bridge 2022 форумында президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Астанада өткен технологиялық форумда ірі IT компаниялардың халықаралық және отандық сарапшылары бас қосып, цифрлық әлемнің ең өзекті мәселелерін талқылады. Қазір цифрлық дәуір, жаңа технологиялар күн сайын қарыштап дамып барады. Осылай кете берсе, 10 жылдан кейін әлемде өнімдер мен қызметтердің 70% цифрлық негізде көрсетілмек. Мұндайда көштен қалмау маңызды. Қалмау былай тұрсын, біздің ел Еуразиялық кеңістіктегі ең ірі цифрлық хабтың біріне айналуды көздейді. Мемлекет басшысы мұны стратегиялық міндет деді. Қазірде нәтиже бар. Қазақстан көптеген дамыған елден озып, Біріккен ұлттар ұйымының цифрланған мемлекеттер рейтингінде үздік 30-дықта тұр. Дегенмен тоқмейілсуге болмайды. Елді одан әрі цифрлық трансформациялау үшін Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін бірнеше басымдықты атады. Первое. Развитие человекоцентричности. Бірінші, адамға бағдарланған қызметті дамыту. Мемлекетке цифрлық технологиялар ең алдымен экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жаңа түрлерін игеру, финтех пен индустрия 4.0-ді енгізу үшін қажет. Дегенмен, government to citizens, яғни азаматтарға қызмет көрсету саласы да маңызды басымдықтардың бірі. Цифрлық технологиялардың көмегімен біз азаматтардың күнделікті тіршілігін барынша жеңілдетуге және барлық адам үшін тең мүмкіндіктерге қол жеткізуді көздеп отырмыз. Бұл үшін мемлекеттік басқаруды цифрландырудың Invisible Government мүлде жаңа форматына көшу қажет. Оның негізгі мәні мемлекеттік саясаттың адамға баса мән беруі, оның қажеттіліктері мен мүдделеріне бағытталуы. Мемлекет қабылдаған ауқымды шаралар мен шешімдер азаматтарға байқалмайды. Олар тек нақты нәтижені көреді. Сондықтан барлық мемлекеттік қызмет барынша электронды форматқа көшіріледі. Бюрократиялық рәсімдердің бәрі алынып тасталады. Елде мемлекеттік қызметтердің 90%-нан астамы электронды форматта көрсетіледі. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Жеке секторда да цифрлық жүйе жолға қойылды. Казахстан полноценно внедряет цифровые документы. Бүгінде Қазақстан цифрлық құжаттарды толыққанды енгізген санаулы елдердің бірі. Нәтижесінде азаматтарымыздың өзімен бірге жеке куәлігін, жүргізуші куәлігін, оқу орнын бітіргені туралы дипломын, неке туралы куәлігін және басқа да құжаттардың 15 түрін алып жүруі және көрсетуі талап етілмейді. Бұл жұмыс сөзсіз жалғасады. Мемлекет осы бағытта азаматтармен және бизнеспен өзара проактивті түрде қарым-қатынас жасайды. Отбасының цифрлық картасы енгізіліп жатыр. Ол нақты уақыт режимде әртүрлі 80-нен астам параметрге талдау жасайды. Бұл өмірде қиын жағдайға тап болған отбасыларға ешқандай бюрократиясыз жедел көмектесуге мүмкіндік береді. Ең бастысы, аталған әдіс нақты атаулы әлеуметтік көмекке көшуге ықпал етеді. Үкімет жыл соңына дейін бұл цифрлық сервисті пайдалануға беруі керек. IT саласына қолайлы жағдай жасау екінші басымдық. Президенттің пікірінше, аймақ бойынша Қазақстан IT саласын дамыту үшін өте жақсы жағдай жасап отыр. Астана Хаб IT стартаптарының халықаралық технопаркі арнайы салық және виза режимінде жұмыс істейді. Қазірдің өзінде 900-ден астам компания оның резидент атанып, қазақстандық және халықаралық нарықтарда табысты қызмет етеді. Недавно, будучи в Соединенных Штатах Америки, Жуырда ақшта Microsoft, IBM, Coursera сияқты компаниялардың басшыларымен кездестім. Қазақстанмен ынтымақтастықты нығайту, елімізге кәсіпорындарды көшіру жөнінде нақты келісімдерге келдік. IT инфрақұрылымын кең көлемді жаңғырту ісі де өте өзекті. Мемлекет басшысының айтуынша, трафик шоғырланатын әлемдік орталықтарға қосылу үшін Транскаспий аумағында әзербайжандық әріптестермен бірлескен жұмыстар басталды. Қазақстанға Microsoft Azure, Amazon Web Service, Google Cloud және басқа да компаниялар келсек дейді. для нашей страны, которая около 40% населения, Халқының 40%-ға жуығы ауылдық жерде тұратын біздің еліміз үшін барлық азаматты қол жетімді және сапалы интернетпен қамтамасыз ету өзекті мәселе. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі шалғайдағы ауылдарды SpaceX және OneWeb төмен орбиталы спутник жүйесінің желісімен қамту жұмысын күшейтуі керек.
Цифрлық экономика мен индустрияны дамыту ісі де еліміздің басым бағыты болмақ. Президент әлемнің бір орында тұрмайтынын, технологияның одан әрі дами беретінін айта келе, үкіметке цифрлық экономиканы одан әрі ілгерілету үшін қолдау шараларын дер кезінде ұйымдастыру тапсырды. 2 жыл бұрын әлемнің IT нарығына 30 миллион маман керек еді. Бүгінде бұл қажеттілік 100 миллионға жетті. 2025 жылға қарай 200 миллионға дейін артады. Сондықтан президент өзімізді 2025 жылға қарай кем дегенде 100 мың жоғары білекті IT маманын даярлау қажет деді. В ходе недавней рабочей поездки в Нью-Йорк Жуырда Нью-Йоркке жасаған жұмыс сапарым барысында Digital Nomads IT қоғамдастығындағы жас отандастарымызбен кездестім. Олар ақш пен Еуропадағы ірі компанияларда жұмыс істейді және жаһандық деңгейде бәсекеге қабілетті. Бүгінде Қазақстанда халықаралық деңгейдегі өнім шығаруға қабілетті дарындылар аз емес. Сондықтан мен үкіметке оларды қай жерде жұмыс істесе де қолдау көрсетуді және елімізді цифрландыруға барынша араластыруды тапсырдым. Еліміздегі жоғары оқу орындарында 50 цифрлық зертхана ашылады. Бұл ғылым және жоғары білім министрі мен Huawei компаниясы арасындағы меморандум аясында жүзеге аспақ. Қос тарап бүгін тиісті құжаттарға қол қойды. Оның негізінде елімізде цифрлық экономикаға кадрлар даярлауға ерекше мән берілмек. Осы арқылы коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолданбалы түрде өндіріске енгізу көзделіп отыр. Тағы да осы келісім шарттың аясында енді Huawei компаниясымен әр жыл сайын біз үлкен жұмыссыздықпен күресу үшін, жұмыспен қамтамасыз ету үшін үлкен көрмелер ұйымдастырамыз. Яғни сол техникалық университеттерімізден цифрлық ақпараттық технологиялар мамандары, түлектеріміз енді жыл сайын Huawei компаниясы өздеріне қарастыратын болады. Huawei компаниясы өңірде 30-дан астам үлкен ірі компаниялармен жұмыс істейді. Сондықтан жұмыссыздықпен де күресу мәселесі қарастырылған осы меморандумның ішінде. Президент қазіргі ақпараттық қоғамда және цифрлық экономикада үздіксіз білім алмасу аса маңызды деді. Сонда ғана бәсекеге қабілетті боламыз. Форумның ерекшелігі де осы, яғни жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Қорған Қонысбайұлы, Аслан Қаженов, Дәулет Кебраев, Президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Осы халықаралық технологиялық форум аясында мемлекет басшысы бірқатар IT компанияның басшыларымен кездесті. Samsung Electronics компаниясының корпоративті президенті Ин Йонг Римен әңгіме барысында тараптар IT мамандарды даярлау, бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу және ғылым саласында ынтымақтастық орнату мүмкіндіктерін қарастырды. InDriver компаниясының негізін қалаушы Арсен Томский мемлекет басшысына мобильді қосымша InDriver'дың қызметі туралы айтты. Компания Астана мен Алматыда 2 кеңсе ашқан, әрі Астана Хаб резидент атанды. G42 компаниясының директоры Мансур Ибрагим Әл-Мансуримен кездесуде ақпараттық технологиялар мен цифрлық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге баса назар аударылды. Ал Bharti Enterprises және OneWeb құрылтайшысы әрі төрағасы Sunil Bharti Mittalмен кездесуде шалғай елді мекендерді интернетпен қамту үшін төмен орбиталы спутниктерді және жер үсті станциялар желісін пайдалану мәселелері талқыланды. 3 ауысымды апатты ескі мектептер мәселесі әлі шешілген жоқ. Мұны бүгін мемлекет басшысы қатты сынады. Реформалар жөніндегі жоғары кеңестің отырысын өткізген Қасым-Жомарт Тоқаев мектептер үшін дер кезінде жер бөлмеген және инфрақұрылым бойынша мәселелерді шешпеген өңір басшыларын да сынға алды. Енді бұл үшін жауапкершілік күшейеді. Жиында жайлы мектеп жобасы бойынша баяндама жасаған оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов 800 мың оқушыға арналған жаңа форматтағы мектептер салынады деді. Жаңа білім ордаларының қазіргілерден артықшылығы құрылыстың бірыңғай стандарты сақталады. Пән кабинеттері мен зертханалар толықтай жабдықталады. 1 және 4 сынып және 5 мен 11 сынып оқушылар үшін дербес блок болады. Спорт залдарының саны оқушы санына қарай есептеледі. Әр мектепте қыздар мен ұлдарды еңбекке баулуға арналған әмбебап шеберханалар мен студиялар қарастырылады. Жайлы мектеп жобасы келесі жылдан бастап жүзеге асады. Өкінішке қарай, бүгінгі дейін көп талқыланғанына қарамастан 3 ауысымды апатты ескі мектептер мәселесі шешілген жоқ. Сондықтан осы ұлттық жобаның жүзеге асырылуы үкіметтің де жергілікті атқарушы органдардың да ерекше бақылауында болуға тиіс.
Үкімет пен есеп комитеті әрбір теңгенің көзделген мақсатқа жұмсалуын қамтамасыз етуі қажет. Әкімдер жыл соңына дейін жер инфрақұрылым жөніндегі барлық мәселені шешуі керек. Мұнда еш ақталудың реті жоқ. Сондықтан өңір басшыларының жеке жауапкершілігін күшейту жөніндегі ұсынысты қолдаймын. Құрылысы 2023 жылы басталуға тиіс мектептер үшін жер учаскелерін бөлу және инфрақұрылымға қосу жөніндегі барлық мәселе бір ай ішінде шешілуі керек. Қалғандары жыл соңына дейін. Үкіметке әрбір өңірдің осындай міндеттемелерін айқындап, олардың орындалуын бақылауды тапсырамын. Жиында ауылдық жердегі денсаулық сақтау саласын жаңғырту жайы да қаралды. Бұл бағыттағы жобаны денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният таныстырды. Оның айтуынша, жоба барлық ауылдық елді мекенді медициналық инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге бағытталған. Әкімдіктермен бірлесіп 655 нысанның құрылысы бойынша дайындық жұмыстары басталды. Жобаны іске асыру медициналық көмекке қолжетімділікті арттырмақ. Ауыл халқына жедел медициналық көмек көрсетіледі. Нору тайфуны Таиландқа таяп келеді. Бұған дейін 8 адамның өмірін қиған табиғат апаты Вьетнамда да ойран салған еді. Осы кезде Куба халқы да әбігерде. Ян дауылы бүгін елді жарықсыз қалдырды. Қазір Флоридаға қарай бет алды. Мұндағылар алдын ала қамданып, төтенше жағдай жариялады. Өйткені бұл жолғы дауылдың бет алысы қауіпті болып тұр. Вьетнамда Нору тайфуны ойран салып, коменданттық сағат жарияланды. Қатаң тәртіп туристік аймақтарда да енгізілді. Әуежайлар жұмысын тоқтатты, пойыздар кешігіп жатыр, мектептер жабылды. Биыл Вьетнамда 16 тайфун соққан, бірақ Нору соның ішіндегі ең алапат табиғат апатына айналды. Қазір жел бәсеңдеген, алайда нөсер құйып тұр. Сондықтан су тасқыны мен лай көшкіні қаупі сейілмейді. Бұған дейін ол Филиппинде ойран салып, ауыл шаруашылығы саласына орасан зор зиян келтірген еді. Әсіресе күріш алқаптары қатты бүлінген. Енді Нора Таиландқа бет алды. Елде дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда қазір жауын-шашын маусымы. Сондықтан кейбір өңірлерді су басқан. Енді тайфун соғып, тағы да нөсер селдетсе, тұрғындар қиын жағдайға тап болатын түрі бар. Ал Кубада Ян дауылы тұрғындардың берекесін қашырды. Бүлінген үйде есеп жоқ. Көшелерді су басқан. Бүкіл ел жарықсыз отыр. Қазір электр қуатын беру біртіндеп қалпына келтіріп жатыр. Энергетикадан бөлек ауыл шаруашылығы саласына да зиян келді. Банан өсіретін 100-деген гектар аумақ бүлінген. Мына сұмдыққа қараңыздар, үйіміздің быт-шыты шықты. Енді не істейміз? Бұрын мұндай табиғат апатын көрген емеспін. Үйдің үшін қараңыздаршы. Ян дауылы қазір ақштың Флорида штатына таяп қалды. Оған қауіптіліктің жоғары деңгейі берілген. Билік 2,5 миллион тұрғынға эвакуациялау туралы ескерту жасады. Штатта төтенше жағдай жарияланған. Менің әкімшілігім сақадай сай дайын. Біз Флорида тұрғындарына көмектесеміз. Мен штатқа шұғыл қаржылай көмек аударуға өз рұқсатымды бердім. Бұдан бөлек өңірге ұлттық гвардия құрамынан 5000 адам жіберілді. Өзге штаттардан тағы 2000 маман аттанды. Ян дауылына байланысты SpaceX компаниясы ғарыш кемесін ұшыру уақытын өзгертті. Бұл аппарат 3 қазанда аттануға тиіс еді. Бұдан бөлек табиғат апатына байланысты Флоридада бірнеше компания мұнай өндіруші платформалардағы жұмыстарын уақытша тоқтатты. Ұлыбританияның ұлттық валютасы құлдырап барады. Стерлинг фунт ақш долларына қарағанда 3%-ға төмендеді. Бұл кейінгі 40 жылда болмаған жағдай. Бұған басты себеп биліктің салықты одан әрі төмендету туралы мәлімдемесі. Енді бұл жағдай халықаралық инвесторлардың да, қарапайым халықтың да алаңдаушылығын туғызды. Мән-жайды Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлынан білейік. Ұлыбритания экспортқа өнім шығарғаннан гөрі сырттан тауар көбірек тасымалдайтын мемлекет. Сондықтан фунттың әлсіреуі бағаларға өте қатты әсер етеді. Жанар-жағармай бірінші кезекте қымбаттайды. Сонымен қатар азық-түлік өнімдері мен электр энергиясының құны да аспандамақ.
Егер стерлинг фунты одан сайын әлсірей түссе, инфляция күшейеді. Өйткені біз энергияны шетелден импорттаймыз. Салдардан қуат бағасы шарықтамақ. Англия банкі проценттік мөлшерлемені көтергеннің өзінде оның фунтты тұрақтандыруға көмектесетіндігіне кепілдік жоқ. Бүгінде жаңа билік жылына 150 мың стерлинг фунтынан астам жалақы алатындардың табыс салығын 45-тен 40%-ке дейін азайтып тастады. Енді қалталылар салықты 10 мың фунтқа кем төлейін деп тұр. Осылайша мемлекет қазынасы жылына 2 миллиард стерлинг фунтынан қағылып, оның орнын сыртқы қарызбен толтырмақ. Халықаралық инвесторлар бұл жаңалыққа байланысты алаңдаушылық білдіріп еді, фунт күрт әлсіреп кетті. Менің ойымша, экономикамыз қиындықтарға тап болған уақытта жүздеген мың стерлинг фунт көлемінде жалақы алатындардың салығын төмендету дұрыс шешім емес. Мұның зардабын қарапайым жұмысшылар тартуда. Денсаулық, білім сияқты салалар қиын кезеңдерді бастан кешіп жатқан уақытта бұл қате жасалған таңдау деп ойлаймын. Ұлыбританияның қаржы министрі үкіметтің қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді жоспарлар құрғанын айтады. Билікке келгендеріне бір айда болмағанын ескертіп, жұмыс істеуге мұрша беруді сұрап отыр. Қаржы министрі ретінде мен нарық қозғалысына түсініктеме бермеймін. Мен экономика өсіміне, Ұлыбританияның инвестициялар үшін тартымды ел болуына және оның әлемдік аренадағы бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге баса назар аударам. Біз еліміздің бизнес үшін ашық екенін көрсетіп, экономика өсімін ынталандырып отырғанымызды дәлелдеуіміз керек. Англия банкі тығырықтан шығу үшін проценттік мөлшерлемені шұғыл көтеруі мүмкін. Бұл қаржылық ұйымдарда депозиті барлар үшін тиімді, пайдалары еселене түседі және халықты банкте ақша ұстауға ынталандырады. Нәтижесінде фунт нығая бастайды. Бірақ ипотекалық несие алғандарға қиын. Проценттік мөлшерлеме артып, бұрынғыдан да көп ақша төлеуге мәжбүр етеді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Оралда аса ірі көлемде пара алған құрылыс бөлімінің бұрынғы басшысы Арман Өксікбаев пен оның сыбайласы Александр Нағметовке сот жаза кесті. Шенеунік үй құрылысының актілеріне қол қою үшін мердігер компания директорымен 170 миллион теңгеге келісім жасайды. Бір жыл ішінде соның 134 миллион теңгесін алған. Қаражатты шенеунікке Александр Нағметов жеткізіп отырған. Сотта Өксікбаев кінәсін мойындаған жоқ. Алайда куәгерлердің айғақтары мен тінту хаттамалары және сараптамалар қорытындысымен күдіктілердің кінәсі дәлелденді. Сот бұрынғы шенеунікті 11 жылға, ал сыбайласын 8 жылға бас бостандығынан айырды. Уксукбаев Арман Серикович признать виновным в совершении преступления. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 24 бабы 3 бөлігі және 366 бабы 4 бөлігіне сәйкес Уксукбаев Арман кінәлі деп танылып, 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Нағметов Александр да дәл осы баптармен қоса 28 баптың 5 бөлігіне сәйкес 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сонымен қатар екеуі де мемлекеттік және қаржылық ұйымдарда лауазымды міндеттерді атқару құқығынан өмір бойына айырылды. Түркістан облысы тұмауға қарсы вакциналау жұмыстарын бастайды. Иммундау облыс халқының 15%-ын қамтиды. 300 мың доза вакцина сатып алынған. Екпе алдымен медицина қызметкерлеріне, жүкті әйелдерге, диспансерлік есепте тұрған балаларға және қарттар мен туғанына 6 айдан асқан сәбилерге балалар үйінің тәрбиеленушілеріне салынады. Мамандар әзірге өңірде тұмаумен ешкім ауырмағанын айтады. Алайда күн салқындағанда дайын болуымыз керек. Бірінші қазаннан бастап, 30-шы жаңағы сәуір айына дейін осы тұмау аурудың мезгілі болып есептелінеді. Осы уақыттарда тұмау ауруына жоғары респираторлық вирус инфекциясына шалдыққан адамдарға міндетті түрде лабораториялық сынамалар жүргізіледі. Былтырғы жылы біз мынау қараша желтоқсан айында 201 сынама алынып, оның ішінде 16 жағдайда осы тұмау ауруының қоздырғышы анықталып отыр. Сол анықталған аурушаңдықтар бойынша міндетті түрде жаңа эпидемиологиялық зерделеу жұмыстары жүргізіліп, барлық жаңа ошақтарда алдын алу жұмыстары кең көлемде жүргізілді. Елде күзгі жиын терім науқаны аяқталуға жақын. Қазір Жамбыл облысында картоп пен майлы дақылдар жиналып жатыр. Ал диқандар биыл егістің бітік шыққанын айтады. Аймақ фермерлері 270 мың тонна картоп алудан үмітті. Бүгінге дейін алқаптағы өнімнің 88% жиналған.
Жамбыл облысында биыл 72 мың гектарға майлы дақылдар егілді. Оның 22 мыңнан асасы Жуалы ауданына тиесілі. Нәсібін жерден жиған диқандар былтыр әр гектарына 7 центнерден мақсары жиса, биыл 10 центнерге дейін өскен. Жалпы облыс бойынша 46 мың тонна мақсары жиналады деп күтілуде. Мамандар мұндай нәтижеге дұрыс тұқым таңдаудың арқасында жеттік дейді. Тұқым шаруашылығын аштық. Жыл сайын 10-15 тонна элиталы тұқымдар алып келіп егіп, бірінші репродукциялы жақсы сапалы тұқымдар алып, оны өзіміздің шаруаларға сатып отыр. Сонымен қатар ауданда техникаларды жаңарту жұмыстары жыл сайын жақсы жолға қойылып келатыр. Қазір 800 миллионға 88 ауыл шаруашылық техникалар алып отыр. Ауданда мақсары майын өндіретін кәсіпорындарда бар. Егер кәсіпкер жиған дақылын жергілікті өңдеу цехына өткізсе, әр келісіне 10 теңгеден субсидия алады. Қазіргі таңда егіс даласында 100-ден аса комбайн жұмыс істеуде. Ауданда картоп қазу жұмыстарда қызу жүріп жатыр. Былтыр 1 гектардан 15 тонна өнім алған шаруалар биыл 25 тоннаға дейін жетті дейді. Дегенмен мәселеде жоқ емес. Бізде арықтың мәселесі бірінші орында тұр. 5 жылдан бері бас қатырып келеміз. Себебі канал болғанымен құмды жерлермен өтеді. Сондықтан алған суым алқапқа жетпей сіңіп кетеді. Мәселен, 50 литрге ақша төлеп алатын болсам, соның 10-ы ғана жетеді. Бізге бетон каналдар ауадай қажет. 10 каналды ұсынып отырмыз. Енді алдағы уақытта оның ПСД-сы, яғни жобалық сметалық құжаттары, сонан кейін экспертизаны өткізіп жасайтын боламыз. Бүгінде Ақсай каналында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 4,5 шақырым арна толықтай бетондалса, су едәуір үнемделмек. Сол арқылы жауаптылар егістік аумағында кеңейтеміз дейді. Мерей Байет, Руслан Ахатілі, Хабар 24, Жамбыл облысынан. Қазақстандық студенттің стартабы Оңтүстік Кореяда үздік шықты. Артур Шин бизнес идеялар байқауында жеңімпаз атанды. Сайысқа 70-ке жуық адамның басын біріктірген 8 топ қатысты. Артур жүкті әйелдерге арналған пайдалы жиынтықтар идеясын ұсынған. Олардың ішінде витаминдер, кремдер және белдіктер бар. 3-4 жылдан кейін бұл идеяны Қазақстанда жүзеге асыру жоспары бар. Ол үшін арнаулы онлайн платформа әзірлейді. 19 жастағы Артур Шин Сеулға Алматыдан барған. Қазір Кореядағы университеттің 2-ші курс студенті. Что можно такое придумать, внедрить в Казахстан, чтобы улучшить Казахстан? Қазақстандағы өмір сапасын жақсарту үшін не ойлап табуға, нені енгізуге болатыны мені қатты қызықтырды. Кореяда маған мемлекет тарапынан жасалған үлкен медициналық көмек өте ұнады. Президентіміз айтқандай, біз жаңа Қазақстанды сыйламыз. Осы уақытқа дейін келіп түскен жаңалықтар легі осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.